Ақтөбе аймағындағы тарихи-мәдени жәдігерлер зерделеу, ғылыми айналымға енгізу, кейінгі ұрпаққа сыны мен сырын жоғалтпай жеткізу борышымыз. Қазақ хандығының 550 жылдық аясында ұйымдастырылған Қазақстан Ақтөбе телеарнасының Атажұрт телеэкспедициясы Ойыл ауданындағы сапарының мақсаты осы уақытқа дейін белгісіз болып келген тарихи мекендерді жан-жақты қамтып, аймақтың тамаша табиғатын, әсем жерлерін халыққа насихаттау, ішкі туризмді дамытуға септігін тигізу. Ойыл ауданы 1930 жылы құрылған. Жер аумағы 11,15 мың шаршы километр. Аудан орталығы Ойыл селосы. Халық ана Ақеркедегі ойыл қайда, жем қайда, сағыз қайда деп басталатын әуенді білмейтін қазақ кемде-кем. Табиғаты әсем, жері шұрайлы, топырағы құнарлы, сулы, нулы ойыл қашаннан ең көрікті тарихи орындарға бай өлке. Ақтөбе облысының солтүстік батысында орналасқан әкімшілік бөлік. Бұрын Адай уезінің орталығы болған. Ауданда 23 елді мекен, 8 ауылдық округ бар. Ойыл өңірінің туристері таңырқататын тарихи, көркем жерлері көп. Тек оларды барып көретін көз қажет. Бұл өлкенің тарихы терең, табиғаты ерекше. Барғын құмдарының ортасында орналасқан Қарағайлы орман табиғаттың ерекше тартуы. Алғашында елді мекенде құм көшкіннен сақтап қалу үшін отырғызылған. Қаз қатар тізілген тіп-тігіш ағаштар ерекше көзге түседі. Қарағай жаңғақтарының аяқ басып жүре алмайсың. Орманның ортасында халық Қызыл су деп атап кеткен кішігірім көл бар. Бұл жерде бұрын көне қала болған деседі. Кейін құм басып кеткен. Оған осы жерден табылған балбал тастар куә бола алады. Сусылдаған құмы да мап-майда. Бұл құмның өзінде қасиеті де жоқ емес. Ауыл тұрғындары құмға шомылып, емдік шаралар жасайды. Ыстық құм көптеген ауруларға шипа. Ойылдықтар ауыл іргесіндегі барқын құмына жиі келеді. Тамаша табиғаты бар, таза ауада демалып, оған қоса дерттеріне шипа тауып кетеді. Ал қазіргі Ойыл селосының тұрған жерінің өзі Қазыбек жазығы. Қазіргі Сегізсай шатқалы деп жүрген бірнеше шатқал сай Қазыбек шатқалы деп аталыныпты. Сол Қазыбек би кешегі Совет үкіметі орнағанша болыстық мына Көптоғай, Ойыл ауылдық округтері тұрған жердегі елді мекеннің бәрі Қазыбек болысына қараған. Кешегі ақтар менен қызылдардың соғыстарында уақытында 17-ші жылдар, 19-ші жылдарға дейін Ойылдың бекінісі сірәді бол 1865 жылдан бері салынып, ол уақытта енді кешегі соғыстың уақытында үлкен елге айналған. Осыған мынау Орал жақтан келетін атты қазақ, ақ қазақтар менен бер жағындағы мұны Совет үкіметін орнату жолындағы қызылдардың шайқасы кезінде жаңағы Қазыбек биігі қарауыл қарайтын пункт болған биіктік. Одан анау Оралдан, Жетіөлден, Жекен жақтан келе жатқанда мынау Дайра дейтін үлкен биіктік бар, 35 шақырым жерде, сол жерден жазықтан келеткен жау көрінеді. Сол Қазыбек биігінің төбесінде от жағып, Ойылдың бекінісіне хабар береді, толық дайындыққа келіп, қазіргі біздің аурухана деп отырған, бұрын сол уақытта салынған, осы бүгінде аудандық білім бөлімі орналасқан жер, мына корпустардың бәрінің мынау терезесіне винтовкаларын шығарып, кәдімгі сол уақытта өзінің қол жеткен жаңағы дұрыс қаруыменен келеткен жауға әзір тұратығын көрінеді. Ал сол уақытта енді орыстар болды жартылай Ойылдың бекінісінде, олар жаңағы Маячный деп атаған. Енді соны қазақшалағанда Қарауылтөбе деп, содан кейін Қарауылтөбе аталып кеткен бұл ел. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан атақты Көкжар жәрмеңкесінің Ойыл жерінен дәуірлеп өткені белгілі. Мұнда қазақтың бар зиялы кеңес құрып, өнер додалары, аламан бәйге жарыстар, жәрмеңкелер өткізілген. Үлкен сауда-саттық мәдени шаралар ұйымдастырылған. Сол жәрмеңке болған сауда қатарлары аудан орталығында әлі де сақтаулы. Ертеректе сауда орындары 7 қатар болған. Екеуі кеңес заманы кезінде бұзылып, қиратылған. Сауда қатарларының архитектурасы да ерекше, бірде-бір шегі қолданылмаған. Тек қызыл кірпішпен өріп шыққан. Қазірде бұл жерде сауда орындары ретінде пайдалануға болады. Көкжар жәрмеңкесінде ағылшындар, қытайлар, орыстар, татарлар, өзбектер, сол секілді жан-жақтан келген басқа да көпестер сауда жасаған. Бұл жерде сатылмаған зат болмаған. Қазір жәрмеңкенің кеңсесі сол күйінде тұр. Саудагерлер күнделікті сауда жайында есеп беріп, сол кеңсеге барып, салық төлеп отырған.
Қазір бұл кеңсе колледждің жатақханасы ретінде пайдаланылып келеді. Аграрлық колледждің жатақханасы есебіндегі 4 бұрышты үлкен үй базар басының кеңсесі болған. Сол ақшаны сақтайтын банк сияқты үй Қызылтастан салынған, сол ғимарат банк тәріздес ақша сақтайтын орын болған қосайды. Жаңағы базар басының кеңсесінен астынан жаңағыға жер асты жол үңгіріп қазып жарылған. Тіптікесінен жүгірмегенмен шамалы бүгіліп жүретін жарықпенен ол бір шақырым жарымдай ма, 1,5 шақырымдай ма, 2-ге толыңқырамас. Ол үйдің жаңағы қосымша осындай үйінде жаңағы үйдің қасындағы мананың ашық үлугі қазірге дейін сақталынған. Ол жол анық бар, біздің білетіміз. Бұл елді мекенде тарихи ескерткіштер көп. Ойылдың өзінде бұрынғы ерекше архитектурасымен салынған бай көпестің үйлері, банк, ауруханалардың ғимараттары сақталған. Алаш қозғалысы ұлттық сана сезімнің қоғамдық түсінік түйсіктің қайнар бастауында тұрған. Осы қасиеттердің жетіліп дамуына тікелей ықпалы болған ірі тарихи оқиғалардың бірі. 1905 жылғы революциядан кейін патшалық дүр сілкіндірілген Алаш партиясы қалыптаса бастады. Ол Ресейдегі дүмпулерден соң күн өтісімен қазақ даласына қанат жайып, өз жақтастарын көбейте түсті. 1917 жылы ақпан революциясынан кейін қазақ даласында съезд шақыру туралы мәселе қайта көтерілді. Ең әуелгі облыстық съезд Орал қаласында өтеді. Сонымен бүкіл қазақтық жалпы съезд 1917 жылдың 21-26 шілдесінде Орынбор қаласында өтеді. Сол бір қиыншылығы мол ел басына күн туған заманда Ойыл өңірінде алаш көсемдері Халел және Жаһанша Досмұхамбеттердің саяси құқықтық көзқарасының өзі Алаш партиясының құрылуы мен олардың қызметтерінің қазақ ұлтының одақтасуымен дербестік жолындағы күреске айналдырғанын көрсетеді. Алаш көшбасшыларының бірі Мұстафа Шоқайдың Ойыл жеріне келгендегі мақсаты да Халел Досмұхамбетұлымен жасырын түрде кездесу болған. 1918 жылы алғашқы съезі Орынбор қаласында өткен. Соған біздің елден айтып отырайын, өзімнің ұстазым болды, Шотаев Рахметжан деген, сол уақытта 19 жастағы жігіт екен, сода қатысқан. Сосын біздің өңірден Жанша Досмұхамбетұлы және Халел Досмұхамбетұлы қатысқан. Сонда менің әкем сол уақытта Алашорда партиясына өткен. 1925 жылы анамның айтуы бойынша менің әкем Жымпитыға барады. Ол уақытта 2 қандық құрылған дейді жалпы Алашорданың. Біреуі Семейде, біреуі Жымпиты өңірінде. Жымпиты өңірінің несін басқарған Жанша Досмұхамбетұлы жаңағы төрағасы, сосын менің қарауында Халел Досмұхамбетұлдары болған. Сол 1925 жылы әкем барып, інісін күтсе, інісі үйде жоқ екен. Жанша жаңағы жеңгеміз орыстың қызы, губернатордың қызы қарсы алады. 2 күн өтіп, 3-ші күні түнде, түнгі сағат 1-лерде ме, 2-лерде ме қайнағасын менің әкем керейді оятып айтады. Аға, солай ініңіз келді дейді. Әкем сонымен інісімен сөйлескенде айтады, мен болатын болсам 2-3 тілді білем, ал Мұстафа Шоқай болатын болса 7 тілді біледі. Мен Мұстафа Шоқайды мына осы Грузия арқылы дедім, сол арқылы шетелге жөнелтіп алып келіп отырмын. Ал енді аға, сіз сақ болыңыз. Біздер Екібастан партияны құрған, мен большевиктер партиясы күшіне мінді. Енді осы қазақ елінің бетке ұстар қаймақтарының бәрін тазалау болуы мүмкін. Жалпы медет қазір Атажұрт телеэкспедиясы Ойыл ауданындамыз. Осы жердегі осыған дейінгі 1-2 жыл бұрын арнайы археологиялық қазбалар болды деп естідік. Қазір сенің нұсқауың бойынша осы жердеміз. Бұның қандай тарихи ерекшеліктері бар және тарихи атауы қандай? 2010-да ең бірінші археология экспедиция жүргізілді осы Ойылға барлау жұмысынан кейін.
2010-да шілде айында келдік осы археология экспедиция. Ең бірінші осы қазба жұмыстар жүргізген кезде осы ең бірінші мына жоғарғы неден көрген кезде сіздер мана қорымды қаздық, екі қорғанды. Қорған дейміз, қорған қазған кезде ойлаған жоқпыз. Басында темір дәуірінің ескерткіш кездесті, адамдардың сүйектері, қаңқалары кездесе бастады. Темір дәуіріне жатады деп ойладық. Одан кейін жайлап тереңге түсе бастаған кезде, негізгі материгіне түскен кезде, шұңқырға түскен кезде қола дәуірінің адам пайда болды. Қазып болғаннан кейін Россияға неге жібердік? Зерттеуге. Данныйын анықтау үшін. Қандай мәлімет бар, қандай мәлімет беретін. Анықтай келе бұл қола дәуірінің ерте кезеңіне жатады екен, ең ерте бастапқы кезеңіне 4292 жыл бұрын. Яғни бұл адамдардың сүйектері қаңқалар осы жерде көмілген. Яғни 4292 жыл деген ол өте көп жыл. Былай қарап отырсақ, ерте қола дәуірі. Ал оның негізіне қандай мәдениетке жататын тоқтатын болсам, шұңқыр мәдениетінің ең көне үлгісі осы. Ал жалпы осында кейбір мәліметтен ақпарат көздерін көргенде алып адамдардың сүйегі табылды дейді. Халық негізі бір ашы болады ғой, алып адам сүйегі деп. Шынымен де рас, 2010 жылы қазған кезде ең бірінші алып адам сүйегі кездесті. Былай зерттеп қараған кезде бойы 2 метрден жоғары, сүйегі өте ірі. Оны барып антропологиялық зерттеуге жібердік. Антропологтардың өздері шошты. Яғни бұл бет әлпетін, бас сүйегін көрген кезде, бет әлпетін келтірген кезде, яғни өте үлкен. Ешқай адамның былай айтқан басы келмейді. Бұл енді бұлар қайдан келді, қай жерден келді деген кезде, яғни археолог ғалымдар мынандай мәлімет келтіреді, Кавказдан келді деп. Яғни Кавказ тауынан, қазір Кавказ жерінен келді дейді. Әрі қарай осы оңтүстікке қарай түсе келе, Ойылға келіп, Ойылдан әрі қарай Үндіге кетті деген мәліметтер келтіреді. Оны әлде де зерттеу керек, нақтылау керек. Яғни былай айтқанда зерттеуді қажет ететін жұмыс. Ең көп жиналған қола дәуірінің ескерткіштерін 168 болып, осы Ойыл өңірінде кездесіп отыр қазіргі таңда. Бар, Ресейде, бірақ Қазақстан бойынша Ойыл өңірінде, былай айтқанда батыс Қазақстан аумағында. Қазір бұл жердің тек осы өзің айтқан 100-ден астам осы қорғандардың тек санаулысы ғана зерттелді ғой. Санаулысы ғана, саусақпен саналатын 8 немесе 9-ға дейін санаулысы ғана зерттелді. Бірақ қазіргі таңда өте ғылыми қызығушылық тудырып отыр қазір. Өте ғылыми қызығушылық. Әлем бойынша бұл жаңалық ашып отқан деректердің бір несі былай айтқанда. 2012-де қазылған қазіргі таңда ескерткіштің қасында тұр. 2012-де қазылған. Мынау айтып отқан жарымыз қазіргі таңда орысша атауы бровка дейді бұны. Ғылыми әдіс бойынша қазамыз. Яғни 2012 жылдан кейін табиғаттың әсеріне қалдырамыз, мына бровкалерді жойылуына. Табиғаттың әсерінен жойылып жатқаннан кейін бізді қазіргі таңда мына ескерткіш кездесіп отыр. Қола дәуірінің ескерткіші, яғни қаңқа. Қаңқа бұл қола дәуіріне жатады. Қалай дәлелдеп отқан кезде міне кездесіп отқан мына жерде бояу, оқыра дейміз, немесе қына. Қына бұл қола дәуіріне жатады. Себебі жерлеу дәстүр кезінде осындай қынаны төгетін болған үстеріне. Мана айтып өткендей, отқа табынушы бір белгісі ретінде. Міне көріп отырсыздар, адамның қаңқасы бас сүйегі көрініп отқан, яғни былай айтқанда өз әсерінен жойыл процесі болған кезде қаңқа сүйектің қалуы. Мына жерде кездесіп отқан адамның аяқ сүйегі былай көріп отқаныңыздар. Бұны қазіргі таңда көміп кету керек. Одан келесі жылы уже археологтармен келіп бұны қазу керек. Ал қазіргі таңда бізге қозғау болмайды. Себебі біздің құқығымыз жоқ ешқандай. Қазақстан Ақтөбе телеарнасының Атажұрт телеэкспедициясы мүшелері Ойыл өзені бойындағы алып адамдар жерленген Құмсай немесе Қырық оба атанған археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген мекеннің тарихымен танысқан соң, 19 ғасырдың басында ағылшын технологиясымен мұнай өндірілген Майтамды көл деген мекенге жолға шықты. 19 ғасырдың аяғында ағылшындардың көмегімен бұл жерден мұнай бар екендігі анықталған. Мұнай жер бетіне жақын, көлдің бетінде қап-қара болып жүзіп жүреді. Оны жаққан кезде өте сапалы мұнай шыққан. Сөйтіп бұл жерде сол алғашында ағылшындар, кейін Ұлы Отан соғысы кезінде бұл жерден қарапайым әдіспен мұнай өндіру болған. Мәселен, сол кездегі ерлі жұбайлы екі адамның пікірін жазғанымызда бұл жерде ағаш бөшкелер, сол ағаш бөшкелерге майлы су құйылады. Оның астында шүмегі болады. Таңертең келіп, су астына тұнатына мұнай бетінде қалады. Суын ағызып жіберіп, бетіндегі мұнайды арнаулы бөшкелерге жинап, мынау жақта көлді аяқ жиғыш қолменен жолдар салынған. Оның үстімен өгіз арбалар көлдің ортасындағы майды, мұнайды шетке шығарып, мына
Шұбарқұдыққа қарай алып кетіп пойызға тиейтін болған. Және осы жердегі 20-дан аса ауылдық округтерде 60-тан аса колхоздар болған, Ойыл ауданына қарасты. Сол колхоздардың барлығы дерлік дизель моторына, осы двигательдерге дизельмен жүретін. Осы жердегі майды тікелей құйып, ешқандай өңдеусіз. Сөйтіп тары, бидай егуге, суармалы егіске осы мұнай пайдаланған. Бұл неге соғыс жылдар кезінде? Соғыс жылдар кезінде. Содан кейін соғыс аяқталғаннан соң бұл тоқтаған. 90-шы жылдардың аяқ кезінде бұл жерге сол шетелдік компаниялар келіп мұнайды зерттей бастады. Жердің қарапайым атауы Майтамдыкөл деп аталды. Яғни біздің ата жұртымызда, ата қонысымызда осындай 19-20 ғасырдың бірінші жартысына жататын қарапайым әдіспен мұнай өндірген өзінің тарихы бар, өндіріс орны, тарихи орын деп айтуға болады. Ақтөбе облысы айтарлықтай туристік әлеуетті, тиімді географиялық орны, бірегей табиғи ескерткіштері бар. Батыс Қазақстандағы аса өнеркәсіптік және іскерлік орталық саналады. Тек туризмді дамыту керек, экономикада пайда келетін табыс көзіне айналдыра білу керек. Туризмнің дамудың бірден бір жолы, оның ішінде агротуризмді дамытудың маңызы зор. Туризмді дамыту арқылы ғана ауылдардағы мәдени ескерткіштерімізді көпшілікке ұсына аламыз. Бұның бәрі болашақтың еншісінде.